Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін сендермен осындай күрделі теңдеуді шешуді үйренеміз. Енді берілгеніне қараймыз балалар. X қосылған 3 көбейтілген 4 тең болады 50 дейді. Енді балалар, бұған мән беріп қараймыз, қайсы амалды бірінші орындап алуымызға болады. Қараймыз, 3-ті 4-ке көбейтіп алуымызға болады, иә? Көбейтеміз. 3 жердегі 4-ті 12 болады. Осыны карандашпен жазып қоямыз төбесіне. Енді жазамыз. X қосылған, біз көбейтіп алдық, ол 12 болады. 12 тең болады 50. Енді қарапайым теңдеу түріне келді. Ары қарай шығару үшін X тең 50-дің өзін жазамыз. Енді мына жерде қосу 12 болып тұрса, ол мына бетке өтеді. Азайту 12 болып. X тең болады. 50-ден 12-ні азайтқан кезде қанша болады балалар? 38 болады. X-імізді тауып алдық. Енді X-тің орнына 38-ді қоямыз. 38 қосылған 3 көбейтілген 4 тең болады 50. Енді қараймыз. 38-ге қосамыз. 3 көбейтілген 4-іміз 12, яғни 38 қосылған 12 қанша болады балалар? 50 болады. 50 тең мына 50 болады. Сонда есебіміз, біздің теңдеуіміз дұрыс шықты. Балалар, түсінікті болды ма?